Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бүгін амандықпен жүздесіп отырғаныма өте қуаныштамын. Енді осы 1-2 күннен бері сіздермен көп бөлісе алмай қалдым. Қызымның тұмауы жазылмады, соның жанында көбірек болдым. Одан кейін ұлым да кеше демалысқа тарады, сонымен балалардың жанында болып, сіздермен көп бөлісе алмай қалдым. Енді бүгін айтқым келетіні, біз әдетте баламызды мысалы жақсы көрудің тәсілі оған бәрін істеп беру, оның барлық жұмысын бітіріп беру деп кей кезде сондай бір қате көзқараста боламыз. Енді менде көбінесе айтып жатам ғой, мысалы баламызды еркелетейік, барынша жақсы сөйлейік, мейірімді болайық, сонда ғана бір мейірімге толы баланы өсіріп шығаруымызға болады деп. Енді еркелету керек, балаға мейірімді сөйлеу керек, бірақ еркелеттім екен деп баланы өте шолжаңдатып жіберуге болмайды ғой, оны бәріміз білеміз. Бірақ соны біліп тұрамыз да, көп ата-аналар балалардың көп жұмысын өзі істеп тастайды. Мысалы, өздерінің істей алатын жұмыстарын ата-аналар өз үстіне алып алады. Әсіресе аналар мысалы көбінде өзін бір бәрін білетін, ерекше мықты етіп көрсеткісі келеді баланың алдында. Қайта олай емес, кей кездерде енді аналарда өзінің әлсіздігін балаңыздың алдында сездіруіңіз керек. Өзіңіздің кей істерді мысалы әлсіздеу көрініп, өзі істей алатын ісін өзіне істетіп деген секілді. Әсіресе 3 жастан асқаннан кейін әлі де киімін кие алмайтын балалар болады, мысалы. Аналар кигізіп жатады соған. Ол біраз қыңқылдаса, болмаса жыласа, соған шыдамай кигізіп бере салады. Енді осы 3 жастан кейін баланың киімін кигізіп қоймайтын болсаңыз, сонда балаңыздың өзін өзі танып, өзін өзі бір сенімділік күшін орнатып, бір жауапкершілік сезімін орнатуын сіз тежеп тастайсыз деген сөз. Сол үшін балаға сөзсіз өз істей алатын істерін өзіне істету керек. Одан кейін өзіңізді де оның алдында кей кездерде бір әлсіреп, әлсіздігіңізді көрсетіп, балам сен істейсің, маған су әкеп берші, мына көктаттарды аршысып жіберші деген секілді сөздерді айтып, балаңызды көп өз істей алатын жұмыстарға қарай жетелеуіңіз керек. Кей кездерде одан кейін сол бір магазинге барып, балаңыз бір ойыншықты алам деп жыласа, соған біз қалай төтеп беруіміз керек. Енді көп ата-аналар сол кезде мүмкін алып бере салады, мақұл деп алып бере салады. Сонымен бала келер жол, мен осылай істесем болады екен ғой деп сіздің тамырыңыз ұстайды да, ол әр кірген сайын магазинге жылайды, соны алам деп. Сол кезде сіз магазинге кірудің алдында мен айтам ғой, балаңыз бәрін түсінеді деп айтып қойсаңыз болады балаңызға. Балам, кіреміз, бір нәрсені ғана аламыз, болмаса бүгін ала алмаймыз, өйткені мамаңның алып шыққан ақшасы ойыншыққа жетпейді, біз басқа заттар алуымыз керек, біз тамақ ішуіміз керек, сол үшін ұн алуымыз керек, күріш алуымыз керек деген секілді айтып, өзіңіздің жоспарыңызды балаңызға білдіріп, балам осылай деп әуелі алып жүрген кезіңізді ақшасын да есептеп, міне мынандай ақша кетті балам, менде мынандай ғана ақша бар деген секілді жоспарды айтып кіргізіп, бірінші күні айтқан кезіңізде кіргеннен кейін сол бойынша табанды тұрып өзіңіздің сөзіңізді солай істесеңіз, балаңыз да сізге қоқаң-лоққы жасамайды, ақырын үйренетін болады. Енді кей ата-аналар сондайды басынан бастап үйретпейді, сонымен балалар артынан сол ондайға үйренбейді да, ол бала әйтеу мен жыласам маған мамам алып береді деген секілді ойда болады. Енді бұл турасында артынан да жақсылап бір айтқым келеді, енді өзімнің тәжірибелерімді. Енді бүгін таңертеңде сондай бір жағдай болды. Менің балам, енді бүгін сенбі ғой, демалған күні. Әдетте сенбі күні баламмен бірге кино көреміз, болмаса бірге ойнаймыз, кітап оқимыз деген секілді. Сонымен мен енді кеше түніме кішкене қызым қызып қалама деп дұрыстап ұйықтай алмадым. Сонымен таңертең балам кітап оқиық деп кітабын алып кепті екен. Баламмен 1-2 сағат демалып алайын, мен түнімен дұрыстап ұйықтай алмадым деп солай айтқан едім. Мен түсінбеді, мама бірге кітап оқиықшы деп тұрып алды. Сонымен баламмен рас шаршап тұрмын деп айттым, жарым сағаттай айттым, бірақ түсінбеді, және де жылады.
Соны енді өзімде чаршап тұрмын ғой, түнімен ұйқым қанбаған. Сонымен балама қаттырақ айттым, барған үйге деп. Сонымен ол кетті. Мен біраз ұйықтап алып тұрғаннан кейін өзім ойладым. Енді баламда не кінә бар? Сонда енді балада түкте кінә жоқ қой. Ол енді күндегісінше ылғи сенбі күні, сенбі жексенбі солай өткізетін болған соң солай болады деп ойлап тұр ғой. Енді сол мәселен сол кеше түндегі кезде біз әкесі екеуміз енді ересек адамдармыз ғой. Бір уақытты дұрыстап орналастырып, мен бір 2-3 сағат ұйықтап алсам, ол 2-3 сағат қараса, солай істесек демалысымыз да жақсы болады. Әдетте өзіңіз ойлап тұрсаңыз, телефон шалғылып, телефон көріп түнімен солай істеп таңертең тұрғанда кепиятыңыз, немнеңіз жақсы болмай тұрады. Өзіңіздің көңіл күйіңіз де жақсы болмай тұрады, мәселен. Солай болып тұрасыз да, балаларыңызға дұрыс позиция ұстай алмайсыз. Енді сіз бір жақсы демалып, ұйқыңыз қанып, көңіл күйіңіз жақсы болып тұрған кезде, о күні балаларыңыз да тып-тыныш, сондай жақсы бір сөйтіп жүреді. Ойлап көрсеңіз. Сол секілді адамның ұйқысы қану керек қой. Енді кеше түнде енді сол қызымды қарап отырмын, бір жағынан ұйықтап қалмайым деп, телефонымды көріп отырмын, шалып отырмын, көріп отырмын, енді ұйықтап қалып жүрмейінші деп. Әкесі шижебей көрді. Сол секілді енді біз өзіміз дұрыс орналастыра алмадық қой уақытты. Мүмкін сол кезде әкесі шижебейін көріп отырып, бір жағынан қызына қарай салса, бір 2-3 сағат. Одан кейін мен өзім тұрсам, менің де ұйқым қанып тұрады. Таңертеңде баламандай мәміле жасамаймын ғой. Соған өзімде бір түрлі болып соны тұрған соң балама жанына келдім. Келсем, отыр екен, мені құшақтап, мама, ренжіме деді. Сонымен балам айттым, ренжімеймін балам. Екеумізде де қателік бар. Сен шаршап тұрған адамның көңіл күйін түсініп, демалып ал болды десең, жарым сағат сенімен сөйлескеннің орнына мен ұйықтап алсам, содан кейін тұрып екеуміз бірге кітап оқысақ қандай жақсы болар еді. Бірақ енді менде де қателік бар. Мен өзім уақытты дұрыстап орналастыра алмадым. Саған қатты сөйлеп жібердім. Дедім, жоқ мама, сенікі қате емес деп маған сөйтті. Енді кей кездерде қатаңдау келеміз балаға, қаттырақ сөйлеп жүреміз. Оның бәрі іштен кетпейді. Бірақ артынан сөзсіз баламыздың көңілін жұбатуымыз керек. Өзімізден де қателік іздеуіміз керек. Өзімізден қателік кетсе, сөзсіз баламыздан кешірім сұрауымыз керек. Сонда сол балаңызға кей кездерде дұрыс мәміле жасамай бір ұрсып жүрсеңіз, өзіңіздің көңіл күйіңізді ұстай алмағандығыңыз себепті, балаңыздың кінәсі болмаса. Артынан сөзсіз кешірім сұрап, көңілін аулап, сөйтіп қойсаңыз, ол балаңызда қателік өткізуге болады екен. Кей кездерде өзімізді ұстай алмай қалады екенбіз. Енді әрқандай адам ренжиді ғой, әрқандай адам көңілсіз болып тұрады. Сол кездерде біреуді ренжітіп алсақ, кешірім сұрауымыз керек екен ғой. Одан кейін өзімізде кешірімшіл болуымыз керек екен ғой деген секілді ойлар балаларға да ақырын-ақырын сіңе бастайды деген секілді. Сол секілді кей кезде балыма қатты сөйлеп қойдым деп көңілсіз болмаңыз, өкінбеңіз. Балаңызға чын ниетіңізбен кешірім сұрап, көңілін аулап сөйтіңіз. Балаңыз да түсінеді, бәрін түсінетін болады. Бүгінгі сіздерге айтқым келгені, кей кездерде өздеріңіздің әлсіздігіңізді де балаға білдіріңіздер. Сіздер де көңілсіз боласыздар, сіздер де ренжисіздер деген секілді. Ол іштен кетпейді. Осы мазмұндар сіздерге ұнаса екен деймін. Ұнаса жүрекшелеріңізді беріп, шабыттандырып қойыңыздар. Рахмет.